Сәлем достар, сіздермен бірге қуаттаймыз тележобасы және де біздің қонағымыз бүгінгі келіп отырған Данияр Жанәлі. Университеттің мақтанышы және де қазіргі кезде 4-ші курс студенті, бүгінгі студенттік тележобамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Қандай көңіл күйдесіз? Жақсы, керемет. Өзіңіз жайлы қысқаша таныстырып өтсеңіз. Есімім Данияр, тегім Жанәлі, Қызылорда қаласынан боламын. 4-ші курс биыл бітіріп жатырмыз университетті, журналистика мамандығында. Сол қысқаша. Енді мен сізге қазір сұрақтар қоятын боламын. Данияр, жалпы өзіңізді қысқаша сипаттап кетсеңіз, жалпы бойыңыздағы 3 жақсы қасиетіңіз және өзіңізге ұнамайтын 3 жаман әдетіңізді айта кетсеңіз. Так. 3 жаман қасиетім, өзіме ұнамайтын. Жалқаулық, барлық қазақта бар. Енді барлығымыз енді, бірақ жалқаулық. Осы сұраққа ойланып көрмеппін. Так, жалқаулық и ұмытшақтық. Ұмытшақтық дегенде андай бір маңызды емес нәрселерге көп мән бермеймін. Өзіме қажет емес деп санайтын нәрселерді. Және үшіншісі білмедім. Енді жақсы қасиеттерімді ол тоже білмеймін. Басқа біреулер айтар. Жақсы қасиет. Оны менің достарымнан сұрап көрсеңіздер болады. Шет тілдер және іскерлік карьера университеті сіз үшін? Шет тілдер және іскерлік карьера университеті мен үшін өте, енді мен бітірген, біріншіден оқып жатқан, бітірейін деп жатқан бұйыртса оқу орным және мүмкіндіктердің мекені деп 100%-ға айта аламын. Ешқандай да, қалай айтсам болады, жаңағыдай заңға қайшы нәрселер жасалмайтын, студенттер үшін арналған, яғни студенттер өзін-өзі дамытуға өте бір қолайлы жағдай жасалған университет деп айта аламын. Шет тілдер және іскерлік карьера университетінде мысалға мен өзім осы биыл 4-ші курста 4 жыл бойы байқағаным, ешқандай да параға жол жоқ, оған жаңағыдай не қойылған, бөгет қойылған, және емтихандардың барлығы компьютермен алынады, барлық түгелде. Оның өзі мысалға айтып тұршы, уже тұрса сен компьютерге ақша бере алмайсың. Сен ана жерде емтиханды қанша алдың, бітті, сол жерде саған шығарып береді, қанша алған 100-ден мысалға 80-90 сияқты, тіпті 50-ден төмен мысалға. Сол жерде көрсетеді, болды, сен ары қарай оны шешу қиын болмайды. Және Түркия мысалы активистерге, мысалы өткен жылдар жастар жылы болды, волонтерлар жылы болды. Мемлекет тарапынан жастарға көңіл бөліп жатыр. Университетте де дәл солай, біздің университетте студенттерге, белсенді студенттерге жағдай жасалған. Түркияға бір айдан бірнеше айға дейін, жылға дейін, тіпті 2 жылға дейін мысалы оқуға болады, мүмкіндік бар жасалған барлығы, неше түрлі программалармен. Бір программаларда мысалға сосын көп сұрақ қойылады, то что біз ақша төлейміз ба дегендей, біздің қанша қаражат кетеді, немесе университет қанша ақшасын төлейді дегендей. Әр программада әр түрлі. Бір программада мысалға түгелдей 100%-ға төлеп береді университет. Стажировкалар болсын, ол оқу болсын, түрік тілінен, мүмкін араб тілінен, әркім по специальности, мүмкін ресторан ісі және мейрамхана жаңа ісі деген сияқты. Сондай мамандық болар, мүмкін журналистика немесе екі шет тілі деген сияқты. Ол мамандыққа байланысты болады және бағдарламаға байланысты. Кейбір бағдарламаларда тек қана ұшақпен барып келуін төлейді, қалған ақша өзінен, жатақхана бар. Бірақ қарастырып береді барлығын. Бұл жақтан алдын ала барлығын қарастырып дайындап қояды, айтылады және сенде барған соң осындай жағдай болады, осылай. Бірақ мысалы мен өзім Түркияға бір рет барып қайттым, стажировкамен бізде. Түркияның керемет жерінде, теңізден 1 километр жерде қонақ үйде жаңадан ашылған, сол жерде неден өттік, іс тәжірибеден өттік, өте керемет өтті. 2,5 айдың ішінде мен қателеспеймін, 2 жыл бойы оқығанымды
мысалы 2 ай деп салыстыра берейін енді. 2 жылда оқығанымды 2 айдың ішінде толықтырдым. 2 жылда үйренгенімнен де көп үйрендім деп айтуға. Себебі бұл жерде не көрсетеді? То, что практиканың теориядан әрқашан жоғары тұратындығын көрсетеді. Және бұл университетте соған көп әрине студенттерге сол жағынан не беруге мүмкіндік сыйлауға тырысады. Және тағы айтарым, Түркияда мысалы біз тек қана оқып та қоймай, тіл де үйрендік, ол жерде тек қана түрік тілі емес, ағылшын тілі, өткен Турцияда ағылшын тілі өте дамыған. Сондай-ақ жаңа мамандық бойынша да үйрендік, қыдырып та үлгердік барлық жеріне. Өте керемет болды енді. Және бұл жерде жаңа шығып жатқан неден шықты бұл әңгіме, то, что активистерге қолайлы жағдай жасалған. Мен өзім мысалға бірінші курстан бері жаңадай байқап енді мониторинг жасайсың ғой, жылына 100 студентте кетеді шамамен. Где-то. Олар жаңадай айтылған бағдарламалар бойынша барлығы. Университеттің академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша жіберіліп отырады. Және шүтіку енді мен үшін сол жағынан баурап алды. Мен мұнда мысалы түскеніме қанша жерде мысалы кейде бірінші курстарда барлығында мысалы кейін кезде бір ой болуы мүмкін, типа бірінші курста неге бұл жерден андай жоқ, мындай жоқ деген сияқты. Барлығы адамның өзіне байланысты. Егер ол жасайын десе, оны жасауға болады. Жоқтан барды жасау болсын, ол біреуге ол байланып қалу емес, немесе біреуді сен жаса, біз саған көмектесеміз емес, сен оны өзің жаса, өзің соны әрекет жасасаң, бәрі де мүмкін жасауға. Сол жағдайды бұл университетте саған алдың әкеліп тұр, тек сен соны жасасаң болғаны. Енді басқа шүтіку туралы не айтамын? Шүтіку енді үйімде болып кетті. Оны смело айтуға болады. Мен мұнда 24/7 былайынша айтқанда осында жүрем. Бірінші курстан шықпаймыз. Студиясы бар, жаңа студиядан шықпаймыз әйтеуір. Келіп кетіп, соғып кетіп, қасынан өтіп баратсақ болды. Сосын оқытушылар мысалы. Оқытушыларда барлығы қарапайым, студенттермен байланыс бар. Сен айтқан нәрсең жетеді. Сен қорықпайсың, то, что қазір қабылдамай қояды ау деген сияқты ондай пікір болмайды. Сенде ой болмайды. Сен бұл жаққа келіп оқысаң және белсенділік таныта білсең, онда сенде ондай ой болмайтынына мен сенімдімін. Себебі сен смело өз пікіріңді WhatsApp арқылы, тіпті социальный сеть арқылы жазып отыра аласың. Және олар жаңа басшылық саған жауабын бере алады мысалы. Бәрі емін, еркін, ешқандай шектеу қойылмаған. Осы шет тілдер іскерлік карьера университетіне түскен кезде Данияр қандай болды? Және де қазір бітірейін деп жатырған кездегі Данияр қандай? Бірінші курста түскенде, біз 2017 жылы оқуға түскенде, Данияр ол Қызылордадан келген әлі. Тіпті мен университеттің не екенін былай елестетіп көрмейтін ол кезде. Келіп шет тілдер осы университетке түскен кезде, мәссаған университетке түстік, мектеп бітірдік деп жүрдік. Мысалы, ол кезде қазіргі деңгеймен салыстырғанда, мысалы, қазір Казгу, мысалы, Қазақстанның тіпті әлемдік деңгейдегі университеттерді білеміз, ал ол кезде мүлдем университеттің не екенін деп білмейтін. Сондықтан бір шама өзгерістер болды негізі. Біраз өзгерістер болды. Ой жағынан да, мінез жағынан да бір шама өзгерістер болды деп айтуға болады сенімді түрде. Жарайды. Енді осы журналистика әлеміне келуіне сізге не түрткі болды? Қайдан таныстыңыз журналистика әлеміне? Журналистикамен негізінде мен мектеп кезде физика таңдап жүргем. Как всегда, грант көп, өйткені біздің Қазақстанда содан бәрі ойлайды, типа грант көп жерде физикаға түс, грантқа түс, сөйтіп жүрдік. Где-то 9 класста мен уже физикадан нашар болдым. Тесттерден нашар болып құлап сөйтіп жүрдім бір күні. Бір-ақ күнде өзгеріп кеттім ғой. Просто мұғалім, біздің мектепте мұғалімнің орны, өзіміздің мұғалімнен физикадан беретін орнына басқа апай келді, ол қаталдау болатын. Келді да сол күні физикада. Кім физика таңдайды деп сұрады, физика таңдайтындардың почти біразын, онша еместерін ауыстырып жүрді. Ертең басқа сабаққа ауысатын болыңдар деді. Такой ойлап әдебиетке ауысып кеткенсің, журналистика. Но бірақ мен сол кездері жаңалықтар көреміз ғой енді. Сол кезде Мейіржан Әлібекұлы деген кісі не жүргізуші болатын, Қазақстан телеарнасында жаңалықтар жүргізетін. Мен сол кісіден былай
жүргізу стилі барлығы ұнайтын, мен де сондай ведущий сияқты болғым келетін, тележүргізуші, сөйтіп армандап сөйтіп. И содан қайта сол түрткі болды да маған физика апайдың, то что бір күнде келіп солай ауысыңдар дегені бір жағынан себеп шығар деп қабылдаймын негізі өзім. Содан ауысып кеттім, бірақ өзіме ұнайды. Мысалы мен ол кездерде жаңағы видеомонтаж, фотошоп деген сияқтылармен айналысатын, и осының барлығы жиналып келгенде негізінен журналистика деп айтуға болады. Осылай ауысып келдім. Сөйтіп 11 классқа дейін әдебиет пен дүниежүзі тарихынан дайындалып, ОБТ-ға дайындалып келдік. Сөйтіп ОБТ-ға 3 күн қалғанда шығармашылық емтихан тапсыратынын білдім. Ана дүниежүзі тарихы мен әдебиеттің қажеті жоқ екенін білдік. Қырғын болды. Ол кезде просто ОБТ бірінші рет біздің форматта біз тапсырдық қой. Соның кездерінен біраз қиыншылық болды. Ничего, осылай журналистикаға келдік. Енді сіздер үшін осы журналистика саласының басты миссиясы қандай? Мен үшін басты миссиясы ол халыққа, яғни халықты ақпаратпен қамтамасыз ету. Тек қана жаңағы саяси жаңалықтармен емес, сондықтан ғылыми болсын, ол жаңа зерттеу жаңалықтары барлық жағынан қамтамасыз етіп отыру. Мысалы, мен қазір өзім қызығушылықпен айналысамын. Инстаграм парақшасында бір парақша бар. Осы жерде кішігірім жарнама бізде. YouHackler парақшасы. Мен онда ғылыми жаңалықтарды таратып отырамын. Қолдау бар, бірақ енді әзірге енді оқырмандар аз, но қолдау бар, дайректке жазатындар көп, мықты, анау дегенде. Оларға рахмет, қолдау білдіретіндерге бар екенін түсінемін. Қызығатын адамдар да бар, себебі Қазақстан қазір тек қана саяси жаңалықтармен шектеліп қалмау керек. Барлық жағынан халықты толықтырып отыру қажет. Білу керек олар әлемде не болып жатқанын. Міне осы журналистиканың. Мен сәттілік тілейміз. Рахмет. Енді осы кімнен сұхбат алуды армандайсыз журналистика саласында? Мен интервью алар едім Дінмұхамед Қонаевтан. Енді келесі сұраққа, бүгінгі қазақ журналистикасының деңгейі қандай қазіргі кезде? Мен ол жөнінде мен айтпай ақ қояйын, мен өзім журналистикаға енді ғана айтып баратынмын. Сіздің көзқарасыңыз бойынша? Менің көзқарасым, менің ойымша қазір журналистиканы байқайтын болсақ, мен бір ашынатыным деймін өзіме. Қарап отырасың, барлығы қазіргі кезде журналистика саласында журналистиканы бітірген, журналистиканың майын ішкен адамдар аз деп айтуға болады. Теледидарды ашып қалсаң болды, әншілер, вайнерлер толған жаңа сондай толып кетті да енді былайша айтқанда. Ол бір жағынан айтқандай конкуренцияны пайда қылады, ашады. То что журналистерге қазір кез келген адам былайша айтқанда журналист бола алады, ведущий бола алады деген сияқтыны келтіріп тұр. Бірақ былайша да былай логично қарайтын болсақ, негізі ол да бір жағынан дұрыс емес. Себебі не дегенмен енді 4 жылын арнап, мысалы журналист боламын деп шығады, ал біреулер просто бір атағының арқасында соны пайдаланып кетеді да. Атақ болған үшін оны алады да жаңа передачаның несі болып қояды, жүргізуші болып қояды. Себебі ода атақ бар ше. Ал біреулер мықты жазады, не істейді, бірақ енді олар сценаның артында қалып қояды уже. Сондай нелер бар енді. Аса қатты танымал емес дейсіз ғой. Иә, сұрақ қандай болды сондықтан. Бүгінгі қазақ журналистикасының деңгейі қандай? Жарайды. Бұл өмірде кімді үлгі тұтасыз? Кім? Журналистика саласында? Жоқ, өмірде. Өмірде? Енді жалпы айтып. Как бы андай не сұрақ болды, бана не сұрақ болды, бәрі айтады, анамды, әкемді деген сияқты. Мысалы, сондай сұрақ жауап, солай жауап беремін. Мысалы, әкемді деген сияқты. Журналистика саласында мысалы, әркім өзінің көретін адамдар бар, біреудің стилі ұнайды деген сияқты. Маған ұнайтын журналистерден, журналист дейтіндей, Қазақстанда жаңа Мержан Әлібекұлы, енді бірақ қазір ол кісі уже емес. Енді қатты қазір телевидениеде көп көрініп жүрген жоқ. Стильдер, енді кімдерден? Ресейдің Владимир Познер және Юрий Дудь. Кім бар еді? Өзім ойлап, әншейінде көріп жүреміз, осындай да ұмытып қаламыз ғой. Маған олардың стилі ұнайды, сұрақ қойғандары, импровизация қалай сұрақ тудыратыны, мысалы интервью барысында отырады да, жаңа қонағының сұрағына байланысты сұрақты бұрып жібере салады, немесе бір
сұрақты да әдемі қоя біледі да, айналдырып әкеліп қояды сұрақты. Сондай нелер ұнайды маған стильдер. Және де өзіңізге қатысты бір сұрақ. Осы уақытқа дейін жеткен ең үлкен жетістігіңіз қандай? Жетістіктер енді алда деп ойлаймын, өйткені үміттенемін дегенде әлі де жасаймыз, бұйыртса. Жаспыз ғой. Бірақ осы уақытқа дейін адам болып қалыптасу деп ойлаймын, енді тұлға болып қалыптасу ғой. Дұрыс. Әлі де қалыптасу үстіндеміз. Тағы да журналистикаға қатысты сұрақ. Осы қазіргі қазақ телевидениесінде қандай өзгеріс сіз өзгерткіңіз келеді? Журналистика саласында өзгерістер керек пе? Және де қандай нәрсе өзгерткіңіз келеді? Журналистиканы. Бізде журналистикада өсек өтірікті азайтып, жаңағыдай жаңалықтарды түрлендіру қажет деп ойлаймын, менің ойымша. Себебі барлығы бір бағытта. Инстаграмды ашып қаласың, Инстаграм парақшаларының барлығы бір жаңалыққа толып кетеді. Барлығы Қазақстанда болып жатқан бір жаңалықты ғана баяндай береді. Әрқайсысы бірақ әртүрлі жеткізеді, бірақ бір жаңалық. Ал егер жан-жақты қарастыратын болса, олар Қазақстанда негізі білмей, мысалы, жетпей жатқан жаңалықтар өте көп деп ойлаймын негізінде өзім. Осы салаға келгісі келетін, яғни журналистика саласына келгісі келетін жас буынды бір-екі ауыз сөзбен оларға жігерлендіріп, қуаттандырып, мотивация айтып жіберсеңіз, қызығып жүрген жастарға. Енді журналистикаға қызығушылығы бар адамдарды әрине түссін, себебі маған Стив Джобстың сөзін айтты маған. Өзің ұнататын нәрсені жаса, және өзің жасайтын нәрсені ұнат деген. Негізі ағылшынша айтқан. Қазақша аударып отырған. Сол сөзі мені жігерлендіреді. Мен өзім жасап жатқан нәрсемді сұрақ қоямын, бұл маған ұнай ма деген сияқты. Егер ұнамайтын болса, значит, мен ол жерден каким-то образом кетуім керек. Және маған осы университетке түскелі бірінші курстан бері мен маркетинг саласына деген қызығушылығым ашылды. Мен мектепте ондай жоқ түгел маркетингке. Менде в основном видео мен фото болатын. И осы бірінші курсқа келдім, қалай маркетингке деген қызығушылық басталды. И және мен ойланып қалдым, мен маркетинг саласының адам емеспін ба деген сияқты. Бірақ менің ойымша бұл жерде де кейбіреулер келіспеуі мүмкін. Маркетинг пен журналистика мен үшін бір нәрсе. Ол жақта маркетинг мысалға жақсы сата алатын адам дейді ғой, журналистикада сол. Журналист те жақсы жаңа ақпаратты жеткізе білу керек, адамға жақсы сата білу керек, былайша айтқанда. Менің ойымша сол. Сондықтан егер де әркім өзінің қызығушылығы, яғни өзі жақсы көріп тұрса, келсін журналистикаға түссін. Ол жерде жаңа сосын ата-ана қарсы болады деген сияқты әңгімелер болады ғой. Көбінесе 11-ші курста, 11-ші сыныптардың қиын сұрағы, қиын проблемалардың бірі сол. Ата-ана рұқсат етпейді деген сияқты. Енді әрине, бірақ батасын алмай аттап кете алмайсың. Бірақ түсіндіріп көру керек, егер реально ұнап тұрса, сен сенімді болсаң ол ойыңа. Сол айтарым. Келіңдер шет тілдер және іскерлік карьера университетіне. Бізде журналистика факультеті бар, мамандығы, оқу білім беру бағдарламасы деп айтайық. Студиясы бар, кереметтей. Жақсы журналист болып шыға аласыз деп кішігірім жарнама жіберейік. Орында. Енді осы сұрақтарға жауабыңызға рахмет. Данияр, енді сізбен бір көңіл сергітсек қалай қарайсыз? Әрине қарсы емеспін. Бізде бір ойын бар, оның аты қиын және оңай. Ойынның шартымен енді сізге таныстырып өтейін. Сізге қазір белгілі сұрақтар қойылатын болады. Сол сұраққа сіз қолыңыздағы табличкамен қиын я оңай екенін көрсететін боласыз. Түсінікті ғой? Сұрақтар. Сіз үшін таңғы 5-те тұру қиын ба, де оңай ма? Қиын. Тұруға жетпесе тұрамыз. Қазір сіз журналистикада оқып жатсыз. Журналистика саласында оқу оңай ма, де қиын ба? Оңай. Оңай. Оңай дегенде 4 жыл болды оқып жатқанымыз. Ал телефонсыз бір апта өмір сүру? Қиын. Не үшін қиын? Ол қиын, енді заман талабына сай қазір. Телефонсыз қалсам бір жаңалықтардан құр қалып қалғандай боласың. Бұрынғы ата-бабаларымызға таң қаласың мысалы. Ал өзге тілді 3 ай ішінде үйреніп шығу сіз үшін оңай әлде қиын? Тоже қажет болса үйренеміз, бірақ әрине қиын.
Ал ауылдық жерде өмір сүру сіз үшін қиын ба? Оңай. Ол өте оңай. Ол ауыл деген наоборот демалып қалсаң, ауылға барсаң таза ауа, таулар болса тіпті керемет дегендей. Түнде иттің өлгеніне ұйықтап жатқан болады, шелектің дауысы керемет, масаханада жатасың, таза ауа. Ал бір жыл фастфудсыз өмір сүру оңай? Онсыз да ничего, өмір сүріп жатырмыз. 3 күн ішінде бір кітапты оқып бітіру сіз үшін Қиын, бірақ андай өзіме ұнайтын темалардан өзім оқимын негізінен. Ғылыми энциклопедиялар болсын, бір қажет болған жағдайдан оқып тастауға болады 3 күннің ішінде. Ал былай негізінен өзім кітап құмар емеспін енді. Сіз енді университетпен қоштасасыз. Студенттік өмірмен қоштасу сіз үшін оңай ма, әлде қиын ба? Қиын. Бұл жерде енді. Қазірдің өзінде мысалы мен университетті 4-ші курс бітіріп жатырмыз, карантин болып кетті. Бітіріп кеткенде болдық та енді. Универге келмей кетті өткендер, мысалы жаз бойы арасында өтіп бара жатсаң соғып кетесің, әйтеуір универде мұғалімдер болса, мұғалімдер көріп қаласың, арасында көріп қалып сөйтіп қуанып жатамыз, соғып кетеміз, жатақханаға болсын, әлі де бауыр басып болды енді 4 жыл бойы. Ал тамақ істеу сол жатақханада жүрген Бұл өте қиын енді. Бізде жатақханада 3 мезгіл ыстық тамағы бар да, осы жерде жарнама кетіп жатыр да. Бірақ сол 3 мезгіл ыстық тамақ берген соң ба бір жағынан үйреніп қалыппыз да. Осы 3-4 ай бұрын өзім мысалы карантин уақытысында енді жатақхана болмады, сондықтан жұмыртқаны қууды үйрендім. Gucci flip flops, fuck it, hit your bitch in massage. This a big watch, diamonds dripping off of the clock. Қандай жағдай болмасын, әрдайым сабырлық таныту сіз үшін оңай ма, қиын ба? Оңай. Енді сабырлық таныту қажет болса танытамыз. Енді анаңызға мен сізді жақсы көремін деп айту сіз үшін қиын ба, оңай ма? Жиі айтылмайды екен негізінен, бірақ оңай. Егер оңай болатын болса, сіз қазір өзіңіздің телефоныңызды алып, анаңызға қоңырау шалсаңыз және де мен сізді жақсы көремін деп айту сіз үшін оңай ғой. Қане, істеп көрсеңіз. Жарайды. Алло? Ау, мам. Қалайсың? Жақсы. 706 деген сенікі ма? Білмеймін. Наверное, Сенің номерің 706 ма? Аты шықпай тұр ғой? 706. Екінші номерім шығар. Мам, мен сізді жақсы көрем. Мен де жақсы көрем. Не болды? Жақсы көреміз, отбасымызбен жақсы көреміз. Алло. Не алдырып тұрсың, Данияр? Жоқ, ештеңе, жай әшейін. Хабарласып жатқаным ғой. Бүгін просто не дейді, отбасы күні дейді ғой. Иә, мен де жақсы көрем сені. Бүгін тем более суббота еще. Жарайды онда, жақсы. Хабарласармын. Не болды, айтсай? Тыныш. Аманшылық па? Аманшылық. Бағандан бері звондаватсың ба? Жоқ, наверное. Хабарласармын онда, перезвоним. Әдемі. Дәл осылай тамамдаймыз деп жатыр. Енді менің соңғы сұрағым қиын ойындағы. Иә. Бүгінгі біздің интервью сіз үшін қиын әлде оңай? Мен үшін әрине қиын болды былайша айтқанда. Өйткені мен сұрақтарды білген де жоқпын, қиын не болды күтпеген жерден. Алдын ала бір-екі сұрақтарымда мысалы дайындық барысында оқыдым, бірақ жұмыс барысында не болса ұмытылып кетті, барлығы дайындықсыз келдік. Сөйтіп біраз сұрағым былайша айтқанда жауапсыз қалып қойды ма деген қорқыныш бар да. Сол, мынандай керемет. Бүгінгі біздің студенттік тележобамызға келгеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет, Данияр мырза. Сізге енді тілеріміз алдағы уақытта шығармашылық табыс және де биік белестерді бағындырып тек алда болуыңызға тілектеспіз. Біздің алғашқы шығарылым тәмам, құрметті көрермендер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.